Саламатсыздар ма 4-ші сынып оқушылары? Бүгінгі біздің сабағымыз қазақ тілі сабағы. Барлығымыз оқулығымызды алып, 105-ші сабақты ашайық. Жаңа тарауымыздың аты ғарышқа саяхат. Тақырыбымыз ғарыш дегеніміз не? Етістіктің шақтары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты дерек көздерде кездесетін жаңа сөздердің мағынасын мәнмәтін бойынша анықтау. Тірек сөздерді қолданып, белгілі бір стильде мәтін, мақала, мінездеме жазу. Етістікті тиісті шақта, өткен шақ, келер шақ, осы шақта қолдану. Үлкен тарауымызға тоқталып өтейік. Ғаламшар дегеніміз адасушы жұлдыз. Күн жүйесі, күн мен оны айналып жүретін ғаламшарлар және оның серіктерін айтамыз. Әлем немесе ғарыш, жер қоршаған бүкіл дүние. Галактика, миллиардтаған жұлдыздардан тұратын, кейде арасында орасан зор масса боп тұтасқан газ бен жаңа шаң болатын аса алып жүйе. Әрмен қарай оқушылар, өткен сабағымызды есімізге түсірейік. Етістік дегеніміз не? Етістіктің сұрақтары қандай? Етістіктің қандай түрлері бар? Етістіктің асты неше сызықпен сызылады? Осы сұрақтарға жауап беруге дайындаламыз. Олай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз етістіктің шақтары. Бейнероликке назар аударайық. Ай мектеп. Алан аға, сіз ылғи осы дәптерге не жазып отырасыз? Болма? Бұл күнделік. Қойыңызшы, күнделік ондай болмайды. Міне, мынадай болады. Иә, ол оқушы күнделігі, онда сабақ кестесі, үй тапсырмасы, алған бағалар жазылады. Мынау да күнделік. Мұнда адам өзі істеген ісіне есеп береді. Алдағы ісін жоспарлайды. Ол не үшін керек? Біріншіден, өзіңді тәрбиелеуге. Екіншіден, уақытты тиімді пайдалануға. Үшіншіден, жазып үйренуге. Сонда қалай? Қара, мен саған түсіндірейін. Күнделікті әркім әртүрлі жазады. Мен мынадай кестеге 3 жаққа бөліп жазғанды ұнатам. 3 жаққа? Шақ, уақыт деген сөз. Адам әрекеті істеген уақытына сәйкес 3 жақта айтылады. Қазірге дейін, қазір және бұдан кейінгі уақытта? Иә, дұрыс. Оларды өткен шақ, осы шақ, келер шақ деп атайды. Түсіндім. Мына жерде бұған дейін орындалған әрекеттер өткен шақта жазылған. Мектепте сабақта болдым. Ағылшын тілінен қосымша сабаққа қатыстым. Бассейнде жүздім. Мына қатарда дәл қазір не істеп жатқаным осы шақта жазылған. Қазір математикадан есеп шығарып жатырмын. Ал мына бағанда енді не істейтінім, яғни келер шақтағы әрекеттерім жоспарланған. Ертең кешке Викимен қыдырам. 2 күннен кейін Болатпен шахмат ойнайым. Демалыста Данаға балықтар жайлайтып берем. Сіз осының бәріне қалай үлгересіз? Мен сабаққа дайындалсам, ойынға, ойнасам, сабаққа дайындалуға уақыт жеткізе алмаймын. Маған етістіктің шақтары көмектесті. Күнделік жазу маған әрі өзіме есеп беруді, әрі уақытымды жоспарлауды үйретті. Осылай істесең, уақытты бәріне жеткізуге болады. Алақай, енді мен де солай істеймін. Етістіктің іс-әрекеттің
етіс жүзеге асу мезгілін, уақытын білдіреді. Соған орай етістіктің 3 шағы болады. Осы шақ, өткен шақ, келер шақ. Ұшқалы тұр. Ол қандай шақ, оқушылар? Құс ұшқалы тұр. Әрине, осы шақ. Өткен шақ. Ұшырылды. Яғни құс ұшырылды. Келер шақ. Ұшырады. Яғни енді болады. Осы ережені, оқушылар, барлығымыз ереже дәптерімізге жазып алайық. Әрмен қарай барлықтарымыз 5-ші жаттығуды қарайық. Төмендегі жұрнақтар мен көмекші сөздердің қай шаққа қатысты екенін табамыз. Мысалға, ып, әп, п. Көмекші сөздер: отыр, тұр, жүр, жатыр. Осылар қай шақ деп ойлайсыздар? Оқып, отыр. Қай шақ, оқушылар? Әрине, осы шақ. Әрмен қарай жауап беруге дайындалайық. Бірінші жаттығу. Барлығымыз мұқият тыңдаймыз. Мәтіннің негізгі тұстарын белгіле. Мәтіннің тақырыбы ғарыш дегеніміз не? Ғарыш кеңістігінде шек жоқ. Оның кеңістігі соншалықты аспан денелерінің бір-бірінен қашықтығын жердегі өлшеммен айталық километрмен өлшеу мүмкін емес. Жарық секундына 300 км жылдамдықпен таралады. Ол жерге айдан 1,3 секундта, күннен 8 минутта, сәл астам уақытта жетеді. Бізден ең жақын жұлдызға дейін аралықта жарық 4 жылда жүріп өтеді. Құрамына күн жүйесі кіретін әлемнің шағын бөлігі ғалымның бір шетінен екінші шетіне жарық 100 000 жылда әрең жетеді. Ғарышқа жұлдыздық жүйелер, бүкір ғалам, олардың аралықтарындағы әлемдік бос кеңістіктер, әлемдік шаң-тозаң мен газ шоғырлары, әлемнің түкпір-түкпірінен тасқындап таралатын түрлі сәулелер жатады. Жерді қоршаған дүние ғалам немесе ғарыш деп аталады. Сіздерге тапсырма. Мәтіннен берілген тірек сөздер бойынша мәтіннің мазмұнын айтуға дайындаламыз. Мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктері қай мезгілде болған әрекетін білдіріп тұрғанын айтып көреміз. Оқушылар, мен осы етістіктердің астын сызып кеттім. Енді сіздер айтып көріңіздерші, бұл қай шақта тұр? Жарайсыздар. Ғалам аспан әлеміндегі күнді де қамтитын алып аумақты жұлдыздар жүйесі, ғарыш кеңістігі. Мәтіндегі таралады, жетеді, тұрады, жатады етістіктері келер шақта тұр. Әрмен қарай екінші жаттығу. Сөйлемдерді қатесіз жазып етістіктерді тап. Жерді қоршаған бүкіл дүние ғарыш деп аталады. Ерте заманнан бастап ғалымдар ғарышты зерттеп отырады. Ғарышқа тіршілік иелерін ұшыра бастады. Дескриптор, яғни сөйлемдерді қатесіз жазады, етістіктерді табады. Бірінші сөйлемге мән берейікші, оқушылар. Жерді қоршаған бүкіл дүние ғарыш деп аталады. Етістік қайда? Әрине, аталады. Не істейді? Етістіктің астын бір сызықпен сызамыз. Бұл, оқушылар, қай шақта тұр? Әрине, келер шақ. Үстіне жай карандашпен К, Ш деп жазып қой. Әрмен қарай. Үйге тапсырма. 80-ші беттегі 6-шы жаттығу. Тірек сөздерді пайдаланып, қазақ ғарышкерлері тақырыбына мақала жаз. 79-ші беттегі ережені ереже дәптерімізге жазып, жаттап аламыз. Оқушылар, назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.